Майлы тері жағымсыз жылтыр мен бітелген теріге ие болуы мүмкін. Бұл безеуді тудыруы мүмкін. Өйткені май шығаратын май бездері үлкенірек және бетіңізге көп шоғырланған. Бірақ алаңдамаңыз, өйткені майлы терінің алдын алудың қарапайым әдістері бар. Дұрыс денсаулыққа арналған өнімдермен және өмір салтын ұсақ-түйек өзгерте отырып, сіз теріңіздің денсаулығын едәуір жақсарта аласыз. Күніне 2 рет бет терісін жұмсақ тазартқышпен жуыңыз. Бұл сіздің тері тесігін жабатын артық майды кетіреді. Дерматологтар күн сайын таңертең және кешкі бетке арналған қарапайым тазартқышты қолдану майлы терінің алдын алудың жақсы әдісі екендігін келіседі. Тоникті ұмытпаңыз. Тоник сіздің теріңіздің табиғи pH деңгейін теңгеруге көмектеседі. Көз алдыңыздағы пораларды кішірейтеді және қабынуды босатады. Яғни майлы терінің басты мәселесін шеше алады. Сонымен қатар ол макияждың қалдығын және тітіркендіруге әкеліп соқтыруы мүмкін басқа да ластануларды жояды. Маска қолданып көріңіз. Егер сіздің теріңіз майлы болса, онда сіздің балшық маскасыз ісіңіз бітпейді. Ол ластануларды сорып алады, пораларды тазартады және тері майының бөлінуін азайтады. Ылғалдандырғыш құралдан ақшаңызды үнемдемеңіз. Терінің құрғап кетуіне ешқашан жол бермеңіз. Іс жүзінде тері сау болып қалу үшін майлы теріге әлдеқайда көбірек ылғалдандыру қажет. Құрамында май жоқ, жеңіл ылғалдандырғыш құралдар немесе гельдер іздеңіз. Күннен қорғаныңыз. Егер сіздің теріңіз майлы, жылтырдың пайда болуына бейім болса, сіз күннен қорғайтын крем туралы ойдан-ақ қолайсыздық сезінуіңіз мүмкін. Бізде сіз үшін жақсы жаңалық бар. Бүгінгі күні нарықта көптеген жеңіл майсыз текстуралы күннен қорғайтын құралдар бар. Сонымен қатар бірқатар күндізгі кремдердің құрамында да SPF бар, және ол сіздің теріңіздің мамандырылған өнімдерден кем қорғамайтын болады. Ақпарат ұнаса лайк басып каналға тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта көптеген қызықты видеолар жариялайтын боламын.